сәлем менің құрметті көрермендерім, YouTube көрермендерім. Қалдеріңіз қалай? Пайдалы жаңалықтар каналына қош келдіңіздер. Подписка жасап қойуды ұмытпаңыздар. Колокольчикті басып қойуды ұмытпаңыздар. Колокольчиктің басуының себебі мен видео салған сайын, әр пайдалы жаңалықтар салған сайын сіздерге бірінші болып автоматты түрде шығатын боламын. Сіздер мені іздеп жүрмейсіздер. Пайдалы жаңалықтар деп сіздің телефоныңыздың экранына шығып тұратын боламын. Ал енді мен сіздерге бүгін жировик, яғни жировиктің емін таба алмай жүрген болсаңыздар, мен сіздерге өзімнің көзім жетіп, яғни бұрыннан келе жатырған бұл ем, қазақ емі, бұрында апаларымыз солай жасаған, сол себептен сол кезде көмектескен болғасын, мен сіздермен сол жировик несімен бөліскім келіп отыр, қалай жасауға болады, немен кетуге болады деп жатырсыздар ғой енді. Сол пайдасы сіздерге де тиіп қалар деп мен сіздерге қазір рецептін айта кетейін да. Яғни біздерге мынандай терка керек болады. Мынандай әркімде әртүрлі терка, бірақтан да бізге мынандай жуандықта керек болады осындай. Және бізге бір қызылша керек болады, яғни свекло да. Сол свеклоны біздер осындай теркадан өткізіп аламыз. Және енді жировик дейтін әр жерге шыға береді ғой, ол деген арқаға, мойынға, қолға, тіпті шықпайтын жерге, тіпті киінгенде де неудобно болады да. Енді бұны қалай кетіреміз? Жаңағы теркадан өткізіп аламыз қызылшамызды. Жатарда жасаңыздар, себебі күндіз сіздер жүресіз, қозғаласыздар, бұның түк пайдасы болмай қалады, себебі қозғалғанда түсіп қалады. Сол себептен жатарда әбден жатайын деп жатырғанда осыны свекланы теркадан өткізіп алып, осылай түсіндіре кетейін, білесіздер ғой өткізуді. Өткізіп алып, жаңағыдай жировик бар жерлеріңізге осының өткізген ұнтағын осылай сол жерге қоясыздар, осылай мәрліге байлап, яғни мәрліге байлап аласыздар. Содан кейін осылай салафанмен пісіп тастайсыздар. Салафанмен байлайсыздар, пищевой пленкамен байлайсыздар ма, ол өз еріктеріңізде. Пищевой пленкамен істесеңіздер, ол әрине ыңғайлы, егер қолға жасасаңыздар, ол ыңғайлы өте түсіп қалмайтын болады. Сол себептен дәл осыны сіздер де жасап көріңіздер. Күнде бір күн, екінші күн, үшінші күн, төртінші күн, бесінші күн, алтыншы күн жасай беріңіздер. Жасай беріңіздер осы нені әдісті. Содан кейін өздеріңіз көресіздер, ол жерден жидкіс шығуы керек. Жидкісті әр жидкіс шыққан сайын сүртіп тастап тұрыңыздар. Мәрлімен, таза мәрлімен сүртіп тастап, кешкісін тағы да танып тастаңыздар. Сүртіп тастап, тағы да танып тастаңыздар кешкісін. Ол күндізде ағуы мүмкін. Сол себепте жидкісті күндіз бойы сүртіп жүріңіздер. Сіздерге көмегі болады деген ойдамын, себебі ол көмегі болды. Бұрыннан келе жатырған қазақ емі, осы әдісті қолданған әжелеріміз. Сол себептен сіздерге де пайдалы болса, подписка жасап, сұрақтарыңыз болса комментарияға жаза кетіңіздер. Колокольчикті басуды ұмытпаңыздар, менің каналыма тіркеліп қойыңыздар. Сіздерге сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Лапух тағы да қандай емге пайдалы деп жатырсыздар ғой, оны да айта кететін боламын. Сау болыңыздар. Рахмет.